Не, ужиндарым. Ас болсын. Мынау бұзылған ғой. Бері қайда кет. Оңбаған. İlyas, жүгірме. İlyas. Gel ver. Келме, жүгір. Опа! Папа, мен мектепке оқимын ба? Бұйыртса, иә? Сен тестті жақсылап тапсыру керек, Ильяс. Сосын қойсың. Солай емес болмас, иә? Ильяс, не қорқып тұрсың ба сен? Қорықпа. Смело кір де тапсырып шық болды. Жүре ме? Уайымдама, бәрі жақсы болды. Иә? Қазір сөйлесе алайыншы. Алло? Саламатсыз Жанара, бұл Алихан ғой. Біздің егіздерімізге няня тауып беріп едіңіз. Іңкәр! Саламатсыз ба? Иә, есімде. Бәрі дұрыс па? Дұрыс емес, сол үшін сізге звондап тұрмын. Каусар, сындырасын. Әйелім командировка кетіп қалып еді, персоналдан ешкім шыққан жоқ. Қазір жалғыз өзім отыр, түсініп тұрсыз ба, Жанара? Жалғыз өзім. Ешкім шықпады ма? Біздің няня да шыққан жоқ па? Я, ешкім шыққан жоқ, няня да, уборщица да. Повардың өзі шыққан жоқ, Жанара. Қызық. Жарайды, мен қазір біліп алайын, сосын хабарласам. Жарай ма? Жанара, тез етіңізші. Dünyada spotkom. Жүзбір. Не жүзбір? Жүзбір. Жүзбір гүл алып бересің ба? Жоқ. Одан көбірек керек маған. Жүз үш. Кеттік мен. Ой, қош, керек емес. Неге? Нормально ғой. Кеттік. Я не могу так рано. Почему? Саған да болады. Сосын сөйлесесің. Поехали-ка. А? Блин, сөйлесу керек. Жарайды, сөйлес ол. Алло, тез айтшы. Нұргүл, алдың ғой әйтеуір, а? Бізде ЧП нянямыз жұмысқа шықпай қалды. В смысле, чё, Нұргүл, түсінесің ба? О жақтағы персонал вообще жұмысқа шықпаған. Біз няняны тауып, апару керек клиентке. Блин, прям срочно ма? Пожалуйста, сен баршы. Мен просто Ильяспен емтихандамын мектепте. Ол қай клиент вообще? Ана егіздері бар клиенттер ғой. Пожалуйста, Нұргүл. Хорошо. Жақсы, рахмет. Давай. Я? Баратын болдық па? Блин, маған кету керек. Ренжімеші. Неге? Жұмыспен. А давай мен саған өзіңе бір жеке офис ашып берейін. Өзің бастық боласың. Кабинетің болады. Қол астында адамдар жұмыс істейді. Мен барып тұрамын. Прям өзімнің агентством бола ма? Иә. Давай бұл туралы сосын сөйлесеміз. А қазір маған срочно кету керек. Ренжімеші, пожалуйста.
Бірақ сен сөзіңде тұрадың ба? Мен всегда сөзімде тұрамын. Лес кіріп кетті уже. Ой, блин. Не болды, не шаруа? Жұмыстар ғой. Не болды? Кажется, маған жұмысқа срочно бару керек. Сен отыра тұра аласың ба Ильяспен? Конечно, отырамын енді. Барып кел, қысылма, уайымдама. Кел бар жұмысқа. Рахмет. Айтпақшы Асқар, бүгін әкемнің туған күні еді ғой, соған шақырған сені. Ұмытып кетіппін ғой мен. Болды, барамыз кешке. Бар. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Кім бар? Каусар. Қазір. Саламатсыз ба? Кешіріңіз. Сәл бөгеліп қойын. Жауып тастапсыңдар ғой сендер. Иә, қыздарыңыз бұзық екен. Иә. Кешіріңіз. Алло, иә Нұргүл? Қызметшілердің адресін тауыпты. Иә, қай жерден? Қазір. Алло, Нұргүл, қай жерде? Ой, блин. Таксимен барасың ба? Мені қалып кетеші, мен мына үйде отырмаймын, шынымды айтсам бар ғой, Жанар. Қазір. Нұргүл нашта Алихан сені алып кетем дейді. Жақсы онда. Қай жеріне алып кетемін? Нұргүл сізге жазады. Жанар, қыздармен отырып тұрсыз, мен алып келейін. Жақсы. Помнишь, я же вот это красное платье покупала? Угу. Блин, сейчас так похудела, мне еще больше хуй стало. Радуйся. Не знаю, я вообще не знаю, куда я худею сейчас. Ой, мне бы твои проблемы. Ой, хочешь, ты всегда классно выглядишь. Саля Рахатовна, все готово, теплые вещи собрали. Еду для Димаша положили отдельно. Хорошо. Можете идти пока. Айман, попросите Димаша, пусть уже одевается. Хорошо. Ой, как классно, что могу выбраться без ребенка куда-нибудь. Как мы жили раньше без няни, а? Да. Все-таки у твоей Жанары хороший вкус. Жанар? Угу. А при чем здесь она? Помнишь тогда, когда ты ее одолжила мне? Угу. Тогда я попросила, чтобы ее агентство нашло мне кого-нибудь. Потом моя няня Махпал, она проговорилась, что Жанара сама нашла ее.
Она у тебя шустрячка. Мгм. Да. Получается, она организовала свое агентство? Ищет любой способ, чтобы заработать. Мгм. Я, кстати, ее номер дала своей подруге, а она в восторге от своей няни. Так что твоя женарочка очень даже неплохая бизнес-леди. М. Молодец, девочка. Крутится, вертится. Да. Так, мы уже готовы. Делегация выехала, мы тоже можем тронуться. Мгм. Да. Соля Рахатовна, Димаш не хочет спускаться. А, я сейчас Да, давай. Чего вы здесь стоите? Какие вы дрессированные стали. Димаш, неғып отырсың? Тұр. Бармаймын ешқайда. Неге? Тұр, кейін папаң күтіп тұр. Ешқайда барғым келмейді. Неге? Ол жақта шым пысады. Димаш. Папаң машинада күтіп тұр. Сен мені машиналар көрмесіне апарам дегенсің. Енді машинаның көрмесіне де барамыз. Бірақ бүгін емес, маған қарашы, қарамаған. Бүгін папаңның ең маңызды кездесу. Тұрайықшы, киінейікші, мен саған көмектесемін. Тұр, келем. Бармаймын мен ешқайда, бармаймын. Не болды саған? Барғым келмейді ол жаққа. Кетіңдер. Неге ашуланасың сен? Не болды саған? А? Ашуымды деме. Кел, киінеміз. Бармаймын ол жаққа. Сен жамансың, мен сені жақсы көрмеймін. Бармаймын. Сен жамансың, мен сені жақсы көрмеймін. Болды, ашуланба. Бармаймын. Айман! Бармаймын. Айман, бер кел тез. Бармаймын мен ешқайда. Бармаймын. Айман, Сен сделайте жамансың, что-нибудь. мен сені жақсы көрмеймін. Бармаймын. Сен кетіңдер. Бармаймын сендерге. Кетіңдер, мен бармаймын. Димаш, ашуланбақшы бала. Кет. Түсе ғой балам, түсе ғой. Кетіңдер, Димаш, кетіңдер. Алло, я, Айман. Жанар, сәлеметсің бе? Бұл Айман тетем. Я тыңдап тұрмын, айта беріңіз. Жеңдер, Сені жұмысқа шақыртып жатыр. Димаш та истерика болып жатыр. менде бүгін выходной ғой. Я Ильяс экзамен тапсырып жатыр еще. Соля Рахатовна бәрін біледі. Сен жұмысқа келуің керек деймін. Мен просто біреудің орнына жұмысқа шыққам ғой. Бүгін бара алмаймын. Жанар, сен келмесең екеуміз сөйлесеміз. Тезірек келші. Я жақсы, Айман. Аха. Сау болыңыз. Не істеп жатсыңдар, қыздар? Мыналар не? Не мынау? Әкел телефонды. Қыздар. Әкел. Қыздар. Мә, қандай бұзықсыңдар. Әкел. Отырыңдар. Алло, Нұргүл. Не болды, таптыңдар ма? Ладно, Максим, поедем пораньше. Еще дела есть. Седа за мной, уезжайте. Простите, что заставили ждать. Я не думал, что могут возникнуть какие-то Не проблемы. стесняйся, Марат, все нормально. Самое главное, приезжайте, ладно? Зачем? Димаштың жанын шығаратын шығар. Қойшы қайдағыны айтпай. Сөйле бол. Ал мен Жанарды қатты ойыңдап жатырмын. Қазір тиіседі ғой оған бәрі. Димаш.
все уже уехали. Бакиевы тоже. Одни мы остались тут, понимаешь? Ничего, сейчас догоним. Не, неужели было сложно собраться вовремя? Ты что кричишь? Я же тебе объясняю, няня не вышла. Ты видишь, ребенок капризничает? Ты видишь, что я могу сделать? Как не кричать? Бұл кездесудің маған қандай маңызы бар екен сен білесің ба? А? Қаншама ақшам кетті менің. А ты не можешь справиться с одним ребенком без нянек. Чего? Ты меня берешь как свою семью или как обычно моим отцом прикрываешься? Чего? Не смей больше так говорить в моем доме. Сука. Вот. Димаш. Вот, что я. Жинаңдар. Қыздар күле бермей дұрыстап тыңдаңдаршы, өтініш. Қазір біріп берем осымен, бар ғой? Нұргүл, не болды сонымен? Қашан келесіңдер? Ну, уж невозможно, үйдің астынан келсен шығардым. Қыздар, жинасаңдаршы. Күнде гүл шығады. Жетіспеген. Алло? Жанар Талғатовна, сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Мектептен хабарласып тұр едім. Иә, тыңдап тұрмын. Балаңыз емтиханды өте жақсы тапсырды. Шын ба? Рахмет үлкен. Дүйсенбі күні баланы алып келсеңіз, бірден қабылдаймыз. Құжаттар тізімін почтаңызға жібереміз. Иә, жақсы, жарайды. Түсіндім, бірақ... Қойыңдар, болды, тыныш. Адаммен сөйлесіп жатырмын деген. Болды, ойнамаңдар, тыныш деймін. Ей, бол, жібер. Все. Қазір мамаларына звондаймын. Жоқ, звондамаңызшы, бізді мама ұрсады. Дұрыс, ұрсын. Не істедіңдер сендер, а? Шаштыңдар ғой мынаның бәрі, шуладыңдар. Адам мазасын алдыңдар, тыңдамайсыңдар. Дұрыс па? Сосын көрсетсін сендерге. Алло, саламатсыз ба? Я
мына жерде қыздарыңыз бар ғой. Жоқ, айтпаңызшы, біз енді сізді тыңдаймыз, өтінем. Қыздарыңыз өте ақылды және тәртіпті екен. Түсіндер. Жанар, Біз Не болып қалды? ұйықтап жатыр. Ұйықтап жатыр. Иә. Түсте ұйықтамаушы еді олар. Арттарынан жинап шаршап кеткен ғой. Кстати, не болды? Таптыңдар ма? таптық. Мен түсінбедім, сонда қалай сіздер ешбір себепсіз жұмысқа шықпай қоясыңдар? Мен емес, маған мыналар айтты. В смысле мыналар? Сен өзің керестің ғой? Забастовка жасауға. Түсінбедім, қандай забастовка? Кәдімгі забастовка. Білсін дедік, біз сіз іштен істей алмайтындар. Оны олар и так та біледі ғой. Әйтпесе сендер оларға нафиг керексіңдер. Олар бізді бағаламайды, зарплатамызды да көтермейді. Енді білесіздер ғой, ол заттың бәрі қымбаттап жатыр. Оның үстіне мен түсінемін, мен повармын. Аш қалмаймын, бірақ үйге де бірдеңе апару керек шығар. Енді неге агентстволарына айтпадыңдар? Сен неге маған айтпадың? Жанар, бұл жерде мәселе ақшада емес, мәселе қарым-қатынаста. Біз олардың арттарынан жүреміз, киіндіреміз, жинаймыз бәрін, ал олар вечно недовольны. Қолдарынан дым келмейді, бәрін біз істейміз. Оның үстіне ана балаларды көрдің ғой өзің. Аналар бала емес, бәле ғой. Я, мен бәрін жақсы түсінемін. Баланың аты бала. Бір ыңғайын тапсаң болатын еді ғой, это ж твоя работа. И что вы здесь жалуетесь вообще, а? Забастовкасы несі? Адамша кеп айтпайсың ба бізге жалақымызды көтер деп? Жанар, сөйлесу керек. Жүр, қазір. Жүр. Капец они наглые. Енді шын айтып отырған шығар. Может, хозяйкалары жақтырмай жүрген шығар. И чё? Главное, это бабки платят, правильно? Олар менен көп алады ғой. А между прочим, мен ерігіп жүрген жоқпын. Әне ана ешак бастығыма да көніп жүрмін. Жанар, болмайды. Мына няня жұмыстан шығару керек. Басқаларына сабақ болады зато. Блин. Давай көреміз. Мен хозяймен сөйлесіп көремін, егер шешілмесе, жаңасын іздейміз. Надо. Түсінесіз ба, сіздің балаларыңыздың мінезі қиындау. Оны енді өзіңіз де бүгін байқаған шығарсыз. Иә, көрдім бүгін. Сондықтан біз де соған лайықты айлық қалаймыз, және дұрыс қарым-қатынас болса. Енді бізден қандай да бір ағаттық кетсе, кешірім сұраймыз. Сіздер де кешіріңіздер. Кей жерлерде жұмыстарыңызды бағаламасақ, жолдасым екеуміз әдейі ренжіткіміз келмеді сіздерді. Сондықтан әйелім қалай командировкадан келеді, айлықтарыңыз туралы сөйлесіп көремін. Көрдіңіздер ма, жай ғана сөйлесу керек еді. Ой, мен қазір телефонымды алып келейінші. Жақсы сабақ болды бәрімізге. Не yaptыңыз? Жүрсіңіздерші? Жүрсің.
іздедің ба? Рахмет. Ол істемейтін шығар, кешірші. Ештеңе етпейді. Жасап алам. Неге көңіл күйлерің жоқ? Телефонға бола ма? Уайымдамаңдар, жасап алам. Ол үшін емес. А не үшін? Біздің няня қайтып келе ма? Иә. Мен ойладым, сен боласың деп. Менде енді басқа жұмыс бар. Не болды, нянялар ұнамай ма? Неге? Мынау не? Біз онды ұнамасақ, ол бізді ұрады. Шын ба? Мынаны мама папаларың біле ма? Егер біз оларға Сен тойыңа дайындалу деген жоқ па сенде? Қазан ошақ, титан деген. Ой, дайын бол бердің, дайындала бересің ба? Көмектесіңдер! айтсақ, ол бізді өлтіреді. Сен айтып көрші. Бұйырса айлықтарыңызды 15-20%-ке көтеруге мүмкіндік жасаймын. Ең басты жұмыста қалсаңыздар болды. Не болды? Балалар тұрғаны рас па? Шынды айт. Жанар, сен қуасың ба? Кім айтты саған ондайды? Балалар. Өтірік айтады олар. Сен шынымен солардың сөзіне сеніп тұрсың ба? Сендер біліп пе едіңдер? Жоқ, біз ештеңе білмейміз. Тек айлық жайлы сөйлескенбіз. Шынды айт деймін. Тұрған жоқпын деймін. Ну, просто итердім. Итердім? Просто итердім? Просто итердің ба? Ты еще нами хотела прикрыться? Не істей аласыңдар маған? Не? Оның үстіне өздеріне сол керек, үлкендерді мазақ қылуға болмайтынын білсін. Ей, мен саған сеніп, сенің сөзін сөйлеп жүрсем, сен не істеп жүрсің? Балалар тұрған не? Болды. Жұмыстан шықтым. Жанар, бірақ мен... Кетіңіз. Сіздер де. Шыма ұят түсті. Даже кешірім де сұраған жоқ қой. Бұл негізі біздің кінәміз. Кешіріңізші. Менің де балам бар. Мен сізді жақсы түсінемін. Я, кешіріңіз бізді. Егер басқа елде болсақ, сіздерді сотқа беруші еді. Бірақ мен олай істемеймін. Бұдан былай біз сіздермен жұмыс жасамаймыз. Сау болыңыздар. Рахмет. Сау болыңыз. Это что было? Мен өз-өзім ұстай алмай қалдым. Сен қашаннан бері смелый болғансың? Бірінші менімен ақылдаспайсың ба? Бетке айтып салған қалай кет? Сен ана видеоны көрсең ғой, бар ғой, сен шетуші едің. Білесің ба, қалай балалар тұрған? Ужас анау. Мына ұят сығатын екен, Сол ғой. Может, отомстим? Қойшы қайда? Тоқта, сағат неше? Ё-моё! Блин! Не болды? Мен Сәуле рахатына кешіп бара жатырмын. Жарайды, сосын хабарласам жарай ма?
Пришла? Простите, Ты опоздала. я очень торопилась, правда. Вон отсюда. Сколько раз тебе Иман звонил? А? Сколько? Это все из-за этого твоего бизнеса? Бизнесменша херова. Ты либо на меня работай, либо пошла нахуй отсюда, поняла, на все 4 стороны. Пошла вон. Пошла вон! Саған ұнады ма? Я тамақтары дәмді екен. Да, счет алдырайын. Мгм. Счет бола ма? Сен таңертең айтқаның рас па? Бизнес жайында ма? Мгм. Иә, егер саған ол іс ұнаса, давай, конечно. Да? Конечно. Мен онда бизнес-план құрып, саған презентациясын көрсетейін. Біз ең мықты агентство боламыз, шын айтамын. Давай. Рахмет. Счет? Сен маған бизнес планыңды алып кел, көрсет. Конечно, мен саған көмектесемін. Кешіріңіз өтпеді. Мынаны көріңіз. Бұл да өткен жоқ. Қалай өткен жоқ? Счет қанша шықты? 27 мың. Мен төлесіп алайын. Жоқ. Жоқ. Ештеңе етпейді. Аха, рахмет. Сенен ұят болды ғой. Ештеңе етпейді деймін. Бәрі дұрыс. Ұят болса да, тағы бір нәрсе сұрайын. Мен что-то карточкам істемей тұр. Сен маған 500 мың теңге бере тұр, мен саған таңертең қайтарып беремін. Мен балалармен кездесетін едім, соны ары берге, жүріске, ақшасыз барсам ұят қой. Қазір қырып көрейін, иә? Менде 200 мың ғана бар екен. Берейін бе? Иә, егер болса, конечно. Точно ертең қайтарасың ба? Конечно, қайтарам. Мен просто сен сияқты крутой емеспін ғой. Ой. Рахмет. За тебя. Келді. Ал, келгендеріңе рахмет. Хабарласып тұрыңдар. Жақсы, рахмет сіздерге де. Хабарласамыз. Аман болыңдар. Аман болыңыздар. Саламатсыз. Қалың қалай? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? О, Жанар. Бап, туған күніңізбен. Рахмет. Мен мектепке қабылдады. Қойшы. Молодец. Кешіктің ғой, қайда жүрсің қызым? Кешіріңізші, жұмыста Сені ғана күтіп отырмыз. Жүр, жүр бала. Сол көршілеріңізбен айтып жатсыздар ма? Иә. Жақсы сол көршілер. Жақсы. Өте жақсы. Дұрыс айтасың.
саламатсыз ба? Амансың ба, Жанар? Жанар, неғып тұрсың бөтен адам ұқсап? Кел отыр, шай іш. Yok, otur kızım, otur. Buna tortты ары қарай қоя салшы. Отыр. Мен шайды құй. Өзің қоям, отыра бер. Шайдан алып отырыңыз, жол жүріп келдіңіз, ыстықта. Шай ішіңіз. Шолпан құй шай. Телефонға звондап едім ғой, телефон өшіп жатыр. Не болды? Өзіңіз денсаулық Жүр. Сұм қалған. Берші. жақсы ол кісі Жұмыстан ар. Экрандасың қапты ғой. Иә, түсіріп алғам Жай ба? алыңыздар. ал рахмет Жарайды, мен балаларға көрсем істеп беремін. Уайымдама. Экран ауыстыру керек бұл. Рахмет. Қалыңыз қалай? Жақсы. Қашан келдіңіз? Бүгін сендердің қалдарың білейін деп келгем ғой. Сөйтсем, құдамның туған күні екен, тура үстінен шығыппын. Иә, Құтты болсын. рахмет құдағи. Жанар, Ильясты басқа мектепке бергелі жатсыңдар ма? Иә, жаңа мектепке, частный мектепке ауыстырайын деп жатырмыз. Неге? Ондай мектеп қымбат емес пе? Қымбат, иә, бірақ жұмысымнан жақсы скидка жасап берді. Скидка болғанмен, жалғыз өзің оны қалай төлейсің? Чай алыңыздар. Шотымыз. Асқаржан, Ау. сендердің бұларың дұрыс емес. Сендер неге өздерің ғана ойлайсыңдар? Ана Ильясты неге ойламайсыңдар? Адам болғаннан кейін ұрсады, татуласады. Әлі жассыңдар. Не болды сонша? Ана бала әкесі өссін деп отырсыңдар ма? Жоқ. Или тірідей жетім болайын деп отырсыңдар ма? Қой айналайын, бұларың болмайды. Қойыңдар. Енді жас емессіңдер. Түсінетін уақыттарың болды ғой. Уайымдамаңыз, бәрі дұрыс болды. Ал құда, ренжімесеңіз, мен тұрайын. Ана, немеремді біраз искеп ойнатайын. Әрине. Сосын қайтайын. Ал енді, Әрине құдағи. аумен де жіберіңіз. Ренжімесеңіз. Иә, жақсы. Бисмиллахиррахманиррахим. Бақ берсін, береке берсін. Аумен. Үйімізде әрқашан береке болсын. Айтқаныңыз. Татулығымыз тарқамасын. Қуаныштарымыз ұзағынан болсын. Анау кішкентай Ильясымыз мына әкесі мен шешесінің ортасында құлдыраңдап, құлындай шапқылап жүре берсін. Санағың жақсы оқсын. Сіздің де жолыңыз болсын, құдағи енді. Әмин дейік. Рахмет құда, аумен айтқаныңыз келсін.
қандай мектепке ауыстырып алып жүрсің? Жаңа жақсы мектеп. Бұрынғы мектебі ұнамайтын Ильясқа. Оның үстіне жұмыстан корпоративный скидка берді, сол жаңа мектепке. Жақсы болған екен. Дұрыс қой, ондай мүмкіндік болып жатса. Жанар, сен өзі біртүрлі болып жүрсің. Соңғы кезде қатты шаршаңқырап жүрген сияқтысың. Ештеңе, әке. Ол жай шаруадан ғой, тым бастан асып кетті. Содан шаршап жүрген шығармын, ештеңе үлгермей. Мүмкін өзіңе көп жұмсалып болған шығарсың. Оның өзі аз болып тұр ғой. Олай деме. Бір уақыт өзіңді де күтсеңші. Саған жалғыз қиын болады ғой. Жай сөйлеңдер. Біз ұйықтап жатырмыз ғой. Жаным сенден